Қайырлы күн оқырмандарым, бүгін сізбен чизкейк пісіремін. Алдымен пирогтың қамырын жасаймыз. Бірінші жұмыртқа мен қантымызды жақсылап араластырып, ұн мен разрешительді, одан кейін сары майымызды жақсылап езіп аламыз крошка етіп. Одан кейін бағанағы жұмыртқалы массамызды құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Осында Салмасын бастаймыз. Сүзбені, жұмыртқаны, қантты, қаймақты және кукурузный крахмалды салып, блендерден жақсылап өткіземіз. Қанты еріп, бүкіл массасы бір қалыпты болғанша еземіз. Тастамыз холодильниктен шығарып, вилкамен ақырындап басып жайып шығамыз. Салмасын салып, қызып тұрған пеште 160 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Үстіне кез келген жеміс-жидектерді қойсаңыздар болады. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер, ас болсын.